Алматыда жас скилс 2023 қалалық чемпионаты өтті. Жас скилс байқауы 15 пен 18 жас аралығындағы жастардың жұмысшы мамандықтары бойынша өз дағдылары мен қабілеттерін көрсетуге мүмкіндік беретін беделді шара. Бұл чемпионат Алматы қаласындағы мектеп оқушыларына жұмысшы мамандықтарын насихаттауға және ерте кәсіптік бағдар беруге серпін болмақ. 29 наурыз күні қалалық чемпионатты арнайы тігінші құзыреттілігі бойынша Алматы мемлекеттік технология және флористика колледжінің базасында өткізілді. Ашылу салтанатынан кейін қатысушылар чемпионат барысы және қауіпсіздік ережелерімен таныстырылды. Чемпионатқа Алматы технология және флористика колледжі, номер 3 облыстық арнайы мектеп-интернаты, номер 7 арнайы мектеп-интернаты және номер 5 есту қабілеті төмен балаларға арналған арнайы түзету мектеп-интернаты қатысып өз бақтарын сынады. Сонымен қатар есту қабілеті бұзылған балалардың кәсіби шеберлігі бойынша DeepSkills чемпионаты өтті. Есту қабілеті бұзылған жастарға арналған кәсіби шеберлік чемпионаттарын жүйелі түрде өткізу, саңырау және нашар еститін адамдарды елдің экономикалық өміріне тартуға, тәуелді өмір салтына бейімділіктен кезең-кезеңмен арылуға және адамдар үшін еңбек нарығын қалыптастыруға мүмкіндік береді. Алматы технология және флористика колледжінде өткен қалалық чемпионатқа Мінбер KZ ақпараттық агенттігінің бас редакторы Есенгүл Кәпқызы арнайы келіп қатысып, жарыс барысымен танысып, өз пікірін білдірді. Мен қазір Алматы технология және флористика колледжінде тұрмын. Бұл жерде бүгін арнайы кәсіби шебер байқауы өтіп жатыр. Бұл байқауға негізінде арнайы мектеп-интернаттың оқушылары келіп қатысып жатыр. Қаскелеңнен және 7-ші арнайы мектеп-интернаттан, 5-ші арнайы мектеп-интернаттан және 3-ші арнайы мектеп-интернаттан келіп қатысып жатқан балалардың жұмысымен таныстым. Негізінде тігіп жатыр. Балалардың бұл колледждің негізгі мақсаты осы колледжді бітіргеннен кейін балалар өздерінің бір жұмысын, бір мамандығын алып шығып, ары қарай өзінің өмірін жұмысқа тұрып, немесе өзінің жеке ісін бастап, ары қарай өзінің өмірін жасап алуға жол сілтеу, бағыт беру, адаптация жасау. Қазір құралдарды көріп, және машинкаларды көріп, әртүрлі технологияларды көріп, көңілім сондай өсіп тұр. Біздің жаңағы мемлекеттің балаларға жасап жатқан, әсіресе мүмкіндігі шектеулі адамдарға жасап жатқан, олардың болашағы үшін жасап жатқан істері ерен екендігіне көзім жетті. Жас скилс 2023 чемпионаты 2 топқа бөліп марапатталды. Яғни, мектептен келген оқушылар арасында болса, 2-ші топ колледж студенттерінің арасында болып марапатталды. Сонымен қатар DeepSkills чемпионаты да мектептер арасында және колледж студенттері арасында болып 2 топқа бөліп марапатталды. Ең соңында барлық қатысушыларды жеңістерімен құттықтаймыз.